Nurtana, sen bilesің бе, чипсиді көп жеу өте зиян. Неге? Олар тәтті ғой. Ал оның зиянын көру үшін екеуміз тәжірибе жасап көрейік пе? Зерттеп Иә. көрейік пе екеуміз? Иә. Ал ендеше екеуміз зерттейік. Қане андағыны ары қарай қоя тұр. Міне қара, мынаның ішінде бізде нелер бар? Чипсы, орешки, печенье, құрт, ірімшік бар. Жақсы, тәжірибемізді жасау үшін бірінші біз киімімізді киіп алайық, иә? Жақсы. Алдында орешки, чипсы, печенье, құрт, ірімшік тұр, иә? Енді біз оған йод тамшыларын тамсып көрейік, иә? Міне алып тамызақ. Қандай өзгеріске ұшырайды? Печенье алып көп. Қане, не болды? Апа, мыналар не, чипсы не, қарайып кетті ғой, қарас. Дағы неме қарайып кетті? Орешки қарайып кетті ғой, қараңызшы. Дағы неме қарайды? Печенье. Печенье қарайды. Ал құрт? Құрт қараймады. Демек, қызым, бұлардың мына қарайып кетсе, демек, бұлардың құрамында крахмал бар деген сөз. Крахмал өте көп. Ал құрт пен ірімшік, олардың құрамында крахмал өте аз деген сөз. Түсіндің бе? Енді құрт пен ірімшік, олар табиғи заттар. Жақсы, енді келесі тәжірибемізді жасап көрейік. Міне стақанға мен саған су құяйын. Сен оған чипсыларыңды сала ғой. Сала ғой чипсыларды. Сал, тез-тез сал. Тағы сал. Сал. Енді оның бетін жауып былай қоя тұрайық. Ол бізде тұра тұрсын біраз. Ал енді мен саған ақ бет. Ақ беттің үстіне чипсіңді сала қой. Енді бұны мына оқтаумен үстінен жүргізе ғой. Жарайсың, өте жақсы. Жақсы, жеткіл. Қара, енді қағазға қараш, не болып қалды бұл қағаз? Бұл қағаз май болып қалды ғой. Иә, демек, қара, қағазы май болып қалды, иә? Міне. Асты бәрі қандай? Май. Демек, чипсіздің құрамында не көп екен? Май көп. Май көп екен. Жарайсың, дұрыс. Чипсидің құрамында май өте көп. Енді мына суымыздың дәмін көрш. Судың дәмін көре ғой. Апа, мына су ашты ғой. Демек, бұл ашты болса, демек бұның чипсидің құрамында тұз өте көп деген сөз. Және дәмдеуіштер бар, иә? Иә. Ал енді қара. Мына чипсидің құрамында не көп? Крахмал көп, иә? Майлы, және тұзды. Демек, олар адам ағзасына өте зиян екенін білдіреді. Керісінше, ұлттық тағамдар, мына құрттың құрамында крахмал өте аз. Мына қызыл ірімшіктің, бұлар табиғи заттар. Табиғи заттарды көбірек қолдану керек. Ал жаңағы чипсы, печенье, орешки, олар адам қолымен жасалған заттар. Оларды аз қолдану керек. Олардың зияны өте көп. Түсіндің ме, қызым? Иә.